Қайырлы күн алтындар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз Орео пирогын дайындаймыз. Хит болған бізге керекті заттарды грамм-грамммен сіздерге айтып өтейін. Өте дәмді балғын болып піседі. Жақындарыңызды жасап қуантыңыздар. Менің каналыма тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Кірісейік. Бисмилля. Бізге таза ыдысқа бірінші ұн керек. Ұнға біз сухой ингредиентті қосып аламыз. Ұн, какао және разрыхитель. Бәрін таза ыдысымызға салып араластырып аламыз. Бұл жерде мен көрсетіп жатырмын. Бір жұмыртқа, бізге бір дана сары май және де қант керек. Қант 30 грамм. Бізде бұл жерде май 80 грамм, бізде 80-100 грамм қолдануға болады. Бұл жерде менде пионер ұны. Ұнға байланысты біз негізі 180 немесе 200 грамм қосамыз. Мен бұл жерде 200 грамм қостым. Бір дана жұмыртқа, қант бәрін араластырып салып аламыз. Өстіп араластырып болғаннан кейін табамызға дайындап аламыз нанымызды. Сонан кейін начинкасына кірісеміз. Осындай қаймақ алдым мен 20% 400 грамм салып алғаннан кейін 70-60 грамм қант саламыз. Сонан кейін кіші ас қасақпен 2,5 қасық кукурузный крахмал саламыз да 2 жұмыртқа, 2 дана жұмыртқаны салып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Орео печеньеларын ұсақтап өстіп турап алғаннан кейін оны да салып араластырамыз. Табамызды өстіп дайындап алған нанымыздың бетіне осы салмамызды құямыз. Салмамызды құйғаннан кейін Орео печеньесінен 3 данасын алып қалып, 6 данасын әдемілеп 6 жеріне қойып шығамыз. Осылай әдемілеп қойғаннан кейін ысып тұрған пешімізге саламыз. Және де өстіп бортиктарын төмен қарай түсіріп жасасаңыздар болады, әдемі болып піседі. 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Менің каналыма тіркеліп лайк басып комментарий жаза кетіңіздер. Осылай әдемілеп піскен Орео пирогымен шай ішіңіздер, өте дәмді болады, жасап көріңіздер. Жақындарыңызды қуантыңыздар. Биылғы жылдың хит болған өте дәмді пирогтың бірі болып саналады. Сіздермен болған ай толқын.